Саламатсыздар ма? Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы жоғарғы аралық техникалық колледжінің әлеуметтік-гуманитарлық пәндер практикасының оқытушысы Баймонкина Жанар Сапарғалиқызы. қ 111-1 тобына Қазақстан тарихы пәнінен бүгінгі жаңа тақырыбымыз тың және тайғақ жерлерді игеру және оның экологиялық зардаптары. Сабақтың мақсаты тың игеру саясатының ерекшеліктері, зардаптары, табыстары және Қазақстанға алып келген демографиялық өзгерістері. Қашықтан оқыту кезінде Classroom порталымен жұмыс істейміз. Classroom порталына тапсырманы берместен бұрын бүгінгі күннің жадыны жазып, одан кейін жаңа тақырыпты жазылады. Одан кейін оқушылардың қандай бағытта жұмысталатыны, одан кейін файл арқылы жұмыстардың бәрі бөлек-бөлек беріледі. Соның ішінде үй тапсырмасы, жаңа сабақ, оның ішінде дәріс, слайдтар, бекіту сұрақтары, үй тапсырмасы және әртүрлі ссылкалар. Үй тапсырмасын тексеру кезінде оқушыларға әртүрлі тапсырмалар беріледі. Құрастырмалы тест, тесттар, эссе жазу, кестені толтыру, сызба деген сияқты. Соның ішінде кейбір студенттер видео арқылы да кері байланысқа шығады. 1950-80 жылдардағы республикадағы қоғамдық саяси өмір. Бірінші сұрақ: Қазақстандағы әскери өндірістік кешен. Семей жеріндегі ядролық сынақтар. Семей полигоны КСРО ядролық сынақ полигондарының бірі, аса маңызды стратегиялық объектісі болды. КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өткен болатын. Олар үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. Бастапқысында адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Қызылорда облысының Қармаш ауданында орналасқан ғарыш алаңы. Оның іргесі 1955 жылы қаланады. Байқоңырдың таңдалу себебі оның деген ғарыш кемелерінің қауіпсіз ұшуы, ғарыштық объектілердің қолайлы жерге түсуі. Ең бірінші жаңалық ол деген 1957 жылы 4 қазанда Байқоңырда ең бірінші жердің жасанды серігі орбитаға аттанады. Ал ең алғаш 1961 жылы Үйге берілген тапсырманың әрбір сұрақтары жеке-жеке қаралып, студенттердің жұмыстары бағаланып электронды журналға жүктеледі. Үй жұмысы тексеріліп болғаннан кейін жаңа тақырыпты порталға файл арқылы жүктейміз. Жаңа тақырып дәріс, слайд, бейнебаян, ссылкалар арқылы студенттерге түсіндіріледі. Тың және тыңайған жерлерді жаппай игеру және оның экологиялық зардаптары. Соғыстан кейін жылдарда Қазақ КСР-дің ауыл шаруашылық деңгейі өте төмен жағдайда болды. Ол халықтың азыққа және өнеркәсіпті шикізатқа деген қажеттіліктерін қамтамасыз ете алмады. Астық өнімдерінің тапшылығы айқын көріне бастады. Азық-түлік тапшылығын шешу, астық өндіруді арттыру мақсатында тың және тыңайған жерлерді игеру идеясы пайда болды. Бұл идея 1954 жылы КОКП-ның орталық комитетінің пленумында қабылданды. Басқа саяси басшыларға қарағанда Никита Сергеевич Хрущев шаруалардың мұқтажы мен тілегін білетіндердің қатарында болды. 1954 жылы КОКП-ның орталық комитетінде астық өндіруді одан ары арттыру және тың және тыңайған жерлерді игеру жөнінде қаулы қабылданды. Бұндай қаулы қабылданғаннан кейін тың және тыңайған жерлерді игеру идеясын арттыру үшін аймақтар белгіленді. Бұндай аймақтар Қазақстан, Сібір, Орал, Кавказ және Есіл бойы. Қазақстанда тың жерлерді игеретін аудандар Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Торғай облыстары. Басты міндеті халықты астықпен қамтамасыз ету және астықтың бағасын тұрақтандыру. Жалпы КСРО бойынша 41,8 миллион гектар жер жыртылса, соның 25,5 гектар жері Қазақстан жері болып есептеледі. Жаңа тақырыбымыздың екінші сұрағына тоқталатын болсақ, тың игерудің пайдасы. Тың игеру Қазақстанда ерекше қарқынмен жүргізілді. Біріншісін айтып кететін болсақ, тың игеру жылдары Қазақстанда 25 миллион гектар жер игерілді. Қазақстанда егістік жерлердің көлемі артты. Астық өндіру көлемі жағынан Қазақстан екінші орынға шықты. Тың игеру жылдарында Қазақстан көп ұлтты республикаға айналды. Экономиканың басқа салалар дамуына әсер етті. Қазақстан жерінде көптеген тұрғын үйлер, құрылыстар, мәдени объекттер салынды. Жүздеген колхоздар құрылды. Халық жалпы азық-түлікпен қамтамасыз ету біршама жақсарды. Үшінші сұраққа тоқталып кететін болсақ, тың игерудің салдары. Сол жылдары Қазақстан жеріне қоныс аударушылар саны өте көп болды.
оның бәрі былдар механизатор мен бәрі жұмысшылар болған жоқ. Мысалға айтайық, Қазақстанға келген 650 мың тың игерушілердің 150 ғана механизатор болды. Салдарына тоқталып кететін болсақ, бірінші салдары тың игеруге байланысты жайылымдар мен жем-шөп дайындайтын алқаптар көлемі тартылды. Екінші, мал шаруашылығы даму артта қалды. Үшіншісі тоқталатын болсақ, 1956 жылы отанға тапсырылған миллиард пұт Қазақстан астығы уақытында жиналмай қар астында қалып қойды. Сырттан келген мамандардың тұрақтамауы да орын алды. Бесіншісі, сырттан келушілер көп болып, қазақтар ата қонысында азшылыққа айналды. Мысалға, 1897 жылы 85% құраса, 1962 жылы 29% ғана құрады. Алтыншы, ауыл шаруашылық өндірісі мен халық саны өсуінен тұрғын үй салу қарқыны және мәдени тұрмыстық қызмет көрсету артта қалды. Жетіншісі, экологиялық жағдай. Аса көп территория жыртылып, нәтижесінде көп жерлер тіршілікке жарамсыз болып қалды. Топырақ эрозия ауруына ұшырады. Сегізіншісі, қазақ халқының ұлттық ерекшеліктері аяққа тапталды. 9. Тың игеру жылдары қазақ халқының салт дәстүрлері, мәдениеті, ұлттық руханияттары ескерілмеді. 10. Қазақ мектептері, балабақшалар, қазақ тілінде газет-журналдар азайды. Қазақ тілін қолданбауы аясы тартылды. Осының барлығы қазақ халқының бір бөлігінің өз ана тілін ұмытуына әкеп соғып, халықтың ерекшеліктері, ұлттық намысы біртіндеп жоғала бастады. Дәрісті оқып болып, дәптерлеріңе орындағаннан кейін бекіту сұрақтарына жауап беріп, дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Бекіту сұрақтарына жауап беріп, үй тапсырмасын орындайсыздар. Үй тапсырмасы құрастырмалы тест арқылы беріліп отыр сіздерге, және тест сұрақтары арқылы. Осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін келесі сабақ уақытында маған Classroom порталына жүктейсіздер. Құрметті студенттер, мен сіздерге порталға Білім порталы арқылы үй тапсырмасын жүктегім келіп тұр. Ссылка арқылы жүктеліп тұр. Бұның ішінде, тақырыптың ішінде видео түсірілім бар. Видео түсірілімді мұқият қарап шығыңыздар. Тың игеру туралы не білесің? Тың игеру қай облыстарда басталды? Тың игерушілердің әлеуметтік жағдайы қандай деңгейде болды? Қазақстанда қандай көлемде жер жыртылды? Тың игерудің пайдасы қандай болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Осы сұрақтарға жауап беріп, видео түсірілімді қарағаннан кейін бірінші тапсырманы орындайсыздар. Бірінші тапсырманың ішінде ой қозғау, кестені толтыр. Екінші тапсырма сәйкестендір. Әр жылда болған оқиғаны сәйкестендіресіздер. Үшінші тапсырма қай елдің өкілдері 1954 жылдан 60 жылдарға дейін Қазақстанға қоныс аударғанын тауып белгіле. Төртінші тапсырма тың игеру республика шаруашылығы мен тұрмысына тигізген пайдасы мен зиянын көрсетіп, бесінші тапсырмаға кірісесіз. Бесінші тапсырмада Қазақстанда тың игеру жылдарында белгіленген облыстарды белгілейсіз тақырыпқа байланысты. Сонымен қатар осы порталдың ішінде конспект бар. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, тың және тыңайған жерлерді игеру жылдары Қазақстан тарихындағы орны ерекше жылдар екенін байқаймыз. Өйткені бұл жылдар Қазақстанның экономикасына, әлеуметтік жағдайына, рухани жағдайына көп өзінің ерекшеліктерін алып келген жылдар болып есептеледі. Тақырыпты игердіңіздер деп ойлаймын. Сау болыңыздар.